Жақсы мұғалім бәрінен де артық, өйткені мұғалім мектептің жүрегі. Satellite coming down. 3, 2, 1. Initiating satellite scan. Сіздермен сабақ өту барысында қолданатын педагогикалық идеяларыммен бөліссем деп отырмын. Өз идеяларымды жүзеге асыру үшін білім алушыларымның қабылдауына жеңіл, бірақ мағыналы әдіс-тәсілдерді пайдаланатынымды айтқым келеді. Мен оны жүзеге асыру үшін қазақ тілі сабағының дара және күрделі сан есім тақырыбын алып отырмын. Бұл тақырыптың оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаты тыңдаған материал бойынша негізгі тұсын белгілеп алу және олардың негізінде мәтіннің мазмұнын айту. Ал негізгі сабақтың мақсаты тыңдаған мәтіннің негізгі тұстарын белгілейді және сөйлемнен сан есімдерді тауып дара және күрделі екенін анықтайды. Қоржын жатады, яғни қоржын әдісі арқылы қоржынның ішінде түрлі асықтарға сандар жабыстырылған. Бұл сандар бірліктерден, ондықтардан тұрады, жүздіктерден тұрады. Орындаймыз. Ең бірінші бізге қонаққа басқа ғаламшардан ғарышкер келеді. Ол бізге өзімен бірге хат алып келген, яғни біздің ендігі пайдаланатын әдісіміз хат әдісі. Бұл хатта балаларға тапсырма жазылған. Сан есімге және өткен сабақтарға байланысты. Ендігі сабақты ары қарай пысықтау мақсатында планетаға қондыру әдісін пайдаланамыз. Планетаға қондыру әдісінде біз екі планетаны аламыз. Оның ішіне дара және күрделі сан есімдерді жазып қоямыз. Балалар өзінің қалағанын алады. Екі топтан екі оқушы шығып таңдап алады.
деген ат қасиетті ат. Мұғалім аты таза еңбекті сүйетін мамандық иесі деген мағынаны білдіреді. Елдің надандығымен алысатын адам да мұғалім. Сәбит Мұқанов.